Елімізде кәсіби орнитологтар жетіспейді. Сондықтан осы салаға ынтасы ауған әртүрлі мамандық иелері өздері бас қосып түрлі шаралар өткізіп келеді. Арнайы сайт ашып жасаған жұмыстарын соған жариялайды. Ал былтырдан бері фестиваль ұйымдастырыла бастады. Биылғы фестиваль Алакөлдің бойында ұйымдастырылды. Көл айдынын мекен еткен құстардың тіршілігін орнитологтармен бірге біздің тілшіміз Олжас Керейхан да бірге бақылап қайтты. Алакөл Жоңғар тауының солтүстік шығысында жатыр. Еліміз бойынша минералды тұздар мен күкіртті батпаққа ең бай көл. Жоңғар алатауы қыраттар арқылы жыл сайын Орталық Азия, Үндістан бағытына құстардың сан түрі ұшып өтеді. Әсіресе көктем мен күзде Алакөлді шуға бөліп Сасық көл жағасын аялдайды. Ал 1990 жылдардың соңында бұл аумаққа табиғи қорық мәртебесі берілді. Негізгі аумағы 30 мың гектар саналғанымен батпақты минералды су жүйесі де ешбір қорықтан кем түспейді. Ең бастысы Алакөл бойынан құстардың ұшып қону бағытын бақылап, сурет пен бейнетаспаға түсіруге ерекше қолайлы. Қорық режим сақталады, сол адамға кіруге тыйым салынған. Ешқандай іс-әрекет адамдар оның ішіне жасалмайды. Бірақ мынандай жерде, ашық жерде адамдар келуі мүмкін. Асқар Исабек әуесқой орнитолог. Қолына фотоаппарат алған күннен бері тек жабайы құс атаулының түсірумен әуестеніп келеді. Еліміздің барлық түкпіріндегі өзен көлдерді аралаған. Қазақстанда мекен ететін құстардың 85%-ын жатқа біледі. Бүгінде құстар жайлы арнайы сайт ашып, жиған терген материалын сонда жариялайды. Қазір оның сайтында 70 мыңға жуық фотосурет жинақталған. Кез келген нәрсе қызығушылықтан басталады. Ал оған қиял еркіндігі қосылса, ештеңеге қарамайсың. Бірқазандар мен су құзғындарды жағадан тауып, олардың әр қимылын бейне камерамен фотосуретке түсіру үшін ерекше төзімділік пен әрі ептілік керек. Сондықтан да мұндай тәуекелге екінің бірі бара бермейді. За продвижение экотуризма и вообще. Біздің мақсатымыз экотуризмді дамыту. Негізі құстар әлемі деген өте қызық. Оған берілсең, одан қайтып бас тартуың мүмкін емес. Кейде тіпті өзің бір жаңа әлем ашқандай боласың. Құстардың өмірі өте күрделі әрі қызық. Алакөлдің батпақты жүйелерінде құстардың 360-тан астам түрі бар. Олардың 150-ге жуық түрі жыл мезгілдерінде уақытша қонақтайды. Тынығып алған соң сапарларын жалғастырады. Ал 200-ге жуық түрі көл жағасына ұя салып балапан өрбітеді. Қорықтың басты мақтанышы реликті шағала. Шағаланың бұл түрі 1960 жылдардың соңында қазақ орнитологы Ернар Әуезов жүргізген ғылыми жұмыстардың нәтижесінде анықталды. Интерес к птицам растет. Елімізде кәсіби орнитологтар аз. Дегенмен бұл салаға тек соңғы жылдары көңіл бөліне бастады. Зоология институтын бітірген жас мамандардың келе бастаған қуантады. Солардың жасаған жұмыстарын топтастырып, Қазақстанда бар құстардың ерекшеліктері туралы материал жинақталып жатыр. Биыл көктем суық болғандықтан құстар да сирек. Сондықтан биыл көл айдынында құстардың шуылы да аз. Ал Алакөлдің негізгі көрік саналатын реликті шағала сияқты құстар балапан шығаруға ұя салып жатыр. Олжас Керейхан, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан.